Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен нан мен тоқаштан бас тартқаннан кейін сізбен қандай өзгерістер туралы болатынын сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Ақ нан шынымен де жақсы әсер етпейді денемізге. Егер сіз асыңыздан ақ нанды алып тастауды шешсеңіз, сіздің денеңізде не болады, сол туралы айтайық. Ең бірінші, сіз арықтайсыз. Ақ нан өте жоғары калориялы өнім болып саналады. Нанның гликемиялық индексі өте жоғары, шоколадқа қарағанда әлде қайда жоғары. Яғни осы өнімді тұтынғаннан кейін біраз уақыттан кейін сіз қайта қарныңыз аша бастайды. Ол толуға алып келеді. Терідегі бөртпелер жоғалады. Біздің теріміздің жағдайы көбінесе диетаға байланысты. Ол дұрыс тамақтанбау салдарынан жағымсыз бөртпелер пайда болуы мүмкін. Безеулер көбінесе дененің ақ нанда кездесетін бидай глютенінің реакциясы болып табылады. Бөртпелер негізінде бетінде пайда болады. Сондықтан сіз бірден косметологқа асықпаңыз, алдымен тамақтану жоспарын қайта қарастырыңыз. Ақ нан мен ұннан бас тартқаннан кейін бет терісі айтарлықтай тазартылады. Ас қорыту жақсартылады. Өйткені нан өте ауыр тамақ болып саналады. Сондықтан ас қорыту наннан мүлдем бас тартқаннан кейін жеңілдей түседі. Төртінші, энергия пайда болады. Ақ наннан бас тартып диета көбірек жемістер мен көкөністер қоссаңыз, сіз энергияңыз көп екенін сезінесіз. Сондай-ақ диетаға сұлы мен қарақұмық қосылған болса, түрлі дәнді дақылдарды қосу пайдалы. Олар дененің жағдайын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар мұндай өзгерістер мидың жұмысын оң әсер етеді, жад жақсарады және жұмысқа шоғырлану әлде қайда оңай болып табылады. Алтыншы, жастықты ұзартады. Егер сіз наннан мүлдем бас тартсаңыз, сіздің құрдастарыңыздың жанында сіз айтарлықтай жас көрінетін боласыз. Өйткені қазіргі нандардың құрамында витаминдер мүлдем жоқ.